Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен Нұрмұхамед. Енді бүгінгі тақырып бүгін кішкене ұзақ болмақ. Информация көп, ақпарат өте көп. Сондықтан жазып отырыңыздар, немесе керек жерлерін түртіп отырыңыздар. Әйтпесе бірден қабылдау қиын қазіргі ақпараттарды. Сондықтан жаңағыдай сабақтан кейін практика жасағандарыңыз жөн болады. Жалпы бүгінгі тақырып мен алдында уәде еткендей сет. Сет та ол массивтің бір түрі, бірақ қандай айырмашылығы бар? Сет деген ағылшын тілінен аударғанда жиын дегенді береді. Жиын, яғни қазақша жиын не екенін білесіздер? Бір какой-то элементтер бар. Бір болуы мүмкін, сан болуы мүмкін, сөз болуы мүмкін. 98, 90. Бір жиын береді. Сосын мысалы екінші жиын бар. Математикадан ескет. Екінші жиын бар. Онда сөз болсын. 78 болсын. 90 болсын. 67 болсын. Егер екі жиынды біріктіретін болсақ, не шығады? Бірдей элементтер ғана шығады. Сөз 98, сосын қалғандар. Яғни нерede де сөз бар, нерede де сөз бар. Екеуі бір сөз болады. Нерede 78 бар, нерede де 90 бар, нерede де 90 бар да, екеуінде де. Сонда бір ғана 90 жазылады. 1, 67, 70. Рандомно қойылады сандар. Енді көрдіңіздер ғой, бұл жиын не істейді? Жаңағы элементтер юник, яғни тек біреу ғана болады ішінде элементтер. Айырмашылығы сондай. Басқаларға қарағанда. Басқа массивтарға, мысалы біз тюпл-мен нені өттік қой? Листа. Сол екеуінің айырмашылығы, олардан айырмашылығы, бұл жақта мысалы бірдей элементтер кездеспейді. Түсінікті ғой? Тек қана мысалы сөз болса, тек осы массивта тек сөз ғана бір элемент болды. Айырмашылығы түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Ал жалпы енді сетті қалай жариялаймыз сетті? Мысалы, ST деген айнымалы болсын. Сіздер бұлай жарияласаңыздар да болады. Екі түрі бар. Сеттен. Қалалар жазайын. Алматы. Астана. Ақтау. Шымкент. Атырау. Осылай объявлять етсеңіздер болады. Немесе осылай. Алып баратқан айырмашылығы жоқ, екеуінде бірдей. Нерде мысалы S-тен шығарайық. Оны шығарады. Нерде де S-тен шығарайық. Соны шығарады. Нерде өзінің бір реті бар, қоятын нақты бір белгісіз. Может быть немен, сортировка жасайды жаңағы элементтермен. Может быть басқаша. Өзінің бір көрдіңіздер, мысалы біз Алматы болды, нерде бірінші Ақтау тұр, одан кейін Алматы тұр, одан кейін Астана тұр. Может быть сортировка жасаған шығар әріп бойынша мысалы. Осайшы. Алқаш деп қосайық. Ол сортировка жасайтын тұр әріптер бойынша. Жалпы болса. Енді тағы да керемет дүние бар. Update деген. Ол енді update деген функция бар. Update деген функцияның кереметтілігі ол жаңағы update деген өзі обновлей ету деген сөз. Update арқылы сіз элементтер қоса аласыз. Мысалы біз st деген бар, біз жаңа жариялаған мынау бар ғой бізде. Осыған st.update тараз деп қосайық. Не істейді бұл? Тараздар шығарайық.
Бірақ бір қызығы бізге былай қылып шарт берді. Не үшін? Өйткені әр элементін біреу қылып қарап отыр ғой. Тараз. Енді бізге не істеу керек? Былай істесек. Бірді енді не етеді? Қарады. Мен басынан істеймін. Тараз деп. Соңғы жағына немесе алдына. Егер біз Тараз десе, соңғы жағына енгізеді. Update деген. Яғни басқа функциялардағы add не сияқты. Енді бұлардың ұзындығында білу керек болды. Line s-ті жеті бізде. Удалить етсе де болады. Мысалы, tuple-да біз удалить ете алмадық, ал енді set-та біз удалить ете аламыз. Екі түрі бар удалить етудің. Мысалы, ол біріншісі remove дер білетін. Немесе discard деген бар. Удалить етудің. Екі түрі бар. Енді айырмашылық қандай? Remove-та удалить етесіз. Егер элемент жоқ болса, арасында, set-тің ішінде жоқ болса, элемент жоқ болса, қате шығарады. Ал discard болса, удалить етсеңіз қате шығармайды. Өзіңіз білесіз қайсысын қолданасыз. Мен ойымша discardты қолданған жөн. Өйткені қате шығармайды. Мысалы, сіз нечайна дұрыс бір нәрсе жазғаныңыз. Сондықтан мен ойымша remove-тің орнына одан да бірден discard үйрене берейік. Екеуі де бірдей несі қолдануы. st.discard. Ақтау десем. Мен s-тін шығарайын. Міне бізде ақтау удалить етілді. Көрдіңіздер ғой, ақтау болды. Discard ақтау дедік, жоқ. Енді қарайық, st.discard жоқ нәрсені алайын. Демей. Ол қате шығармайды. Remove-та қате шығарады. Көрдіңіздер ғой? Сол үшін discardты қолданған жөн. Каждый раз, мысалы, бір сіз проектіңізде бір элементтерді удалить еткіңіз десе, қайттан қате шығармау үшін демей discardты қолданған жөн. Одан кейін естеріңізде ма? Pop деген. Pop не істейді? Соңғы элементті удалить етеді. Соңғы элемент бізде неде? Тараз ғой. Таразда неде? Шымкент дейді. Тараз не үшін? Қайда кетіп қалды? Оны шығармайықшы. Деген Алматы, Астана, Атырау, Балқаш, Тараз. St pop болғаннан кейін Алматы. Балқаш. Енді соңғы элемент удалить етіп атқан жоқ. Ол кез келген удалить етіп атыр. Соған қарағанда рандомды таңдайтын болып тұр. Мен бірінші десіп отырмын мына жағдайда. Обычно удалить еткен кезде просто discardты қолданамыз, ал popты обычно қолданудың қажеттілігі жоқ, өйткені ол жақта рандомды таңдағаннан кейін. Ну, окей, дальше. Енді бізде player деген бар. Player деген бәрін тазалайды. Яғни керек емес болса, s-ті уже пустой set болады. Delete деген бар. S-ті. Ол бүткіл нені жоқ қылады. S-ті деген элемент жоқ. Name S-ті is not defined. Set деген осы. Енді set-тің екінші түрі бар. Оны dictionary деп атаймыз. Dictionary деген сөздік деген сөз. Қазақ тіліне аударғанда. Енді бұның ерекшелігі қай жерде? Бұның күштілігі көбінесе өзім мен мысалы программалар қолданған кезде осыны қолданам. База данықтармен жұмыс жасаған кезде осы өте қажет болады. Көптеген данныйлармен жұмыс жасаған кезде. Енді dictionary'стің жақсы жері ол не істейді, қараңыздар. Мысалы
негізі өзі дик деп аталады. Оны біз жазудың қажеті жоқ. D деген айнымалышек. И сол жақта dictionary'сті былай істейік мысалы. Boya, length. Olsun мысалы 167. Қазір түсіндіремін сіздерге қалай екен. Name. Аты нормаш болдың. Класс болсын. Қойда. Курс. Төртінші курс. Тағы да бір ақпараттар енгізеді. Әнелі курс айтым болсын. Әнелі. H. Енді қараңыздар, мынандай dictionary пайда болды, яғни ұзындығы 67, аты нормаш, курс Python, H22. Егер біз D-ны шығаратын болсақ, өзі осылай шығарады. Енді мен осы жерден қалаған элементімді шығара аламын. Мысалы D индекстің орнында бұлай қолдансаңыздар болады. D0. Бірақ бұл жақта қате шығаратын болып тұр. Сондықтан сіздер бұлай қолдансаңыздар болады. D length деп қолдансаңыздар болады, сол кезде 167 шығарады. Енді қараңыздар. D name десем нормаш шығарады, яғни аты нормаш. D курс десем Python. D H десем 22. Енді бұл жақта қандай тағы да керемет нәрсе бар. Өзгерт, мысалы атын немесе бір нәрсені өзгерткіңіз келсе, мысалы D H-ті өзгерткіңіз келсе, теңдейсті 23 болса 23. D H 23 болады. Қараңыздар, D-ны шығарайық. H 23-ке ауысып кетті. Түсінікті ғой. Егер ол жақта бір элемент болмаса, мысалы именно H емес, басқа бір нәрсе болса, жаңа бір индекс қосатын болсаңыздар, мысалы қандай индекс болса болады. City туылған жер, туылған қаласы. Тең болады. Алматы. Ол не істейді? Жаңа City деген не қосады? Dictionary қосады. Оның Алматы екенін түсінікті болады. Сол Алматын бұлай өзгертсеңіз де болады. Астана болып кетеді. Соны шығарам. City бізде Астанаға ауысып кетеді. Жалпы осы жерде керемет өзгерту. Енді екі нәрсе бар. Value. Енді айтым. Value деген қазақша қалай айтса болады. Value деген мәні деген сөз. Ал айтым деген окей, түсіндірем, қазақша аудару қиын екен. D.value десек, values десек, только нелер шығарады. 67, нормаш, Python, 23, Астана деген нелер шығарады, value'лар шығарады. Яғни мынау value деген сөз. Енді айтым деген не? Бұл не істейді? Барлығын бөлек-бөлек неге айтымдарға бөледі. Егер d.index десеңіздер, басқа екен. Бұл жақта жоқ екен. Не осылай шығарады. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. D.items деген мыналарды осындай бөліктерге бөледі да, бөлек қарастырасыздар. H23 Астана деп. Вот осылай. Енді ұзындығын білгілеріңіз келсе бүйтесіздер. Бұлай.
5. Бізде 5 ғана 1 2 3 10 емес 5. Түсінікті ғой. Яғни мынаның өзі бір элемент қой былайша айтқанда. Енді удалить еткілеріңіз келеді бір элементті. Оны қалай іске асырамыз? Бұл жақта да pop, бірақ қандай d.pop сіздер қай элемент екенін, яғни қайсысы екенін айтасыздар. Мысалы мен h десем, d.pop h бізде кетеді, сонда d бізде қарсақ, яғни h жоқ ұш. Түсінікті ғой? Яғни қайсысы екенін указывать етеміз. Мысалы біз бұға дейінгі popты қолданған кезде не істейді? Pop не соңын шығарады, tuple мен неде. Ал бұл жақта сіздер бір элемент екенін айту керексіздер. Енді d. соңын удалить ететін ол pop.item деген. Просто жазасыздар. Кити астана все кетті. d-ны шығарған кезде бізде кити астана жоқ. pop.item, pop.item бізде соңын удалить етеді. Ал pop болса нақты қай екенін көрсетесіздер. Немесе осылай удалить етсеңіз болады. Delete, айырмашылық жоқ. d.ны салдайыңыз. Сонда бізде d-ны шығарған кезде d.алайыңыз жоқ болып кетеді. Del деген delete деген сөз. Удалить етудің тағы бір түрі. Енді қайсысы сізге ыңғайлы, соны қолданыңыздар. Айырмашылық жоқ. Түсінікті ғой. Одан кейін бізде осындай жағдай кездеседі, мысалы. Бізде d-да осы не қалып бізде? Name нормаш курс қалды ғой. Мен бүйтейін. d1 тең d дейін. Сосын айтайын да d1-ге. Яғни d1 тең d деген сөз. d1 бізде просто d-ін мән берін. Енді қараңыздар, d1-ге бір жаңа қосайын. Мысалы city-ді қосайын. Тараз деп. Енді d1 шығарайын. Окей. Енді d-ны шығарайын. Ол да соған өзгеріп кетті. Біз только d1-ді істегенбіз. Осындай жағдайға кездеспеу үшін етеміз d1 тең d.copy дейміз. Сол кезде теңге болмайды. Сол кезде d1-ді шығарайық, мысалы name Тараз. Енді есейм d1-ге .pop дейм. Курсты удалить етіп бастайын. Курсты удалить еттім. d1 бізде мынаны шығар. Енді d-ны шығарайын. Ол өзгерген жоқ. Түсінікті ғой. Сондықтан copy-ді қолданамыз егер өзгерткілеріңіз келмейді. Сосын popтың бір жақсы жері, соны удалить етесіздер ғой. Удалить етіп, соның элементін шығара салады. Яғни мына элемент келіп тең болады. Ал delete-те ондай жоқ қой. Ал болсылай. Енді соңында нәрсе ол d.clear бәрін жоқ қылу. d-ны шығарамыз, все жоқ бәрін. Жалпы осы ең маңызды деген функциялар. Біз не өттік бүгін? Dictionaries пен set. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, қайталап қарасаңыздар болады. Біздің YouTube каналға жазылып қойыңыздар. Достарыңыз Pythonға қызығып жүрсе, біздің тегін курс арқылы Pythonның негізін, фундаментін үйреніп алса болады. Сондықтан соларға да айта жүріңіздер. Келесі кездескенше достар.